Біздің шаруашылықта осындай заправка бар. Жанармай құю станциясы. Айдалада не үшін керек деп отырған шығарсыз? Өте керек нәрсе. Неге десеңіз, осындай жанармай құю станциясын қойсаңыз, сіз қанша бензин жағып жатсыз, қанша дизель жағып жатсыз, қайда кетіп жатыр, кім құйды, қашан құйды, қанша литр құйды, бүкіл учетты жүргізіп отырасыз. Яғни сіздің шығыныңыздың барлығы түгел есептеулі болады. Егер де сізде шаруашылық үлкен болса, сіз үлкен шаруашылық жүргізіп отырсаңыз, сізде 7-8 трактор, 2-3 К700 жұмыс істеп тұрса, онда міндетті түрде осындай жанармай құю станциясын қойып алуға сіздерге кеңес беремін, достар. Ал егер де 100 сиыр, 100 қой, сондай орташа шаруашылық болса, онда әрине бұл сізге керек емес, шығынды болады. Сіз қалай ойлайсыз? Мен айтқаныммен келісесіз бе? Осындай үлкен шаруашылықтарға осындайды қойған дұрыс па, әлде бұрыс па? Өзіңіздің ойыңызды міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіз. Сөйлеген Қараторғай, Дала Кемпір ақшасы сіздер үшін, достар. Мына видеоны шаруашылық жүргізіп отқан таныстарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Лайк қойыңыздар, пікір білдіріңіздер.